Al konteynerin içinde benim bir apam kalıp etken bolupçu. Aldı karda çıkart şuraya. Шкафтас чистка опуңай мама. Вот так смело. Граната ешіңіз жоқ. Вообще. Сіз только что контейнерден шықтыңыз. Можете келесіз? Жана бомба жатқан апаңызды қарап тұрып. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Слышишь, ты чё такая дерзкая, а? Апа, дағы жүр айтам. Слышишь, ты чё такая дерзкая, а? Қырғызша қотоғышы, майда тапычкелер көйе өрсін деген апа. Қач, басына айналды бір қажапан. Құдай өз сақтасын. Дәрсің мама? Айя. Қол шағалар айда! Слышь, что такая детская? Kadren bizim komanda oldu değil. Жоқ, біздің команда ұлтты. Мен апам, ақырғы апам өзгеше басында тұрауы. Біздің команда ұлтты дегенде бір қол шапқанша. Қоя тұрын апа, азы біз ырдақтаға қоямыз керек. Ырдақ. Апа, бір күплет ырдақ қойым әлем. Убил бак-бебеле, уайыңгырдылы көлі, улының ұлы көтері, әтеші күшінде көлі. Қыз бөлір бак-бебеле, қызматын көрсіне көлі, қызының ертешіп, өтелер үстіне көлі. Karamanat görünmedi, yetkaşka yakka topladı. Kımbattı dede kızları, kudanı balık sazıldı. Karamanat görünmedi, alege yakka topladı. Kımbattı dede kızları, kudanı balık sazıldı. Автор Албы Апа. Это хорошо, но мне интересно, братан, что сіздер бір куплет ырғар шынша болу, а? Біз бір күплеттілі тоқтатып әлек, просто үшінші күплеттен қыстырмай келіп қалды да, ошо жерде шыға тұрып келді. Рахмат, президент Абделөз. Апа, кетпей тұру. Қыстырмайды алдым болды деп отырады, ошой. Сен нары тұр, бар? Команданың менен сөйлеші. Мен баялы білгем сіз талап түкеніңізді жағы. Анаманы бөлішейлі апа. Жауқтайын апа. Так, призді үйғаралы қадыр. Так, мол билік. Так, сізге осына апа мен барағым шақырды ба? Бол баттар. Жоқ. Апам мен сұрақ алды. Апам қырғына қырға қадыр. Мен айран қалдым, брат. Апам біздің командадан шықса, сенің командадан шығып, мен апама қыстар болады. Ол сізге. Сен ондай деген менен біз дағы бұл жақта құр қалған жоқпыз, білдірбей секен жолықтар соғатамыз қадыр. Келіңіз. Апа, бүгінгі тойдың пенсияның жарымын уже іштеп қойдық. Бол әлек, ертең тойымыз Бишкек, ертең да барым тойға. Жолықтар, мынандай бері қосыңыздар болады, салыш керек, а? Мынаны берек. Ече бұл сізге. Адан, Бекмамат әке, мол жерде бүт апаларыма президентті дағы мұ аяш қызыңызға кішіне әме. Неме да, баяқ, неме, бұдалар қыстырмай түшті ғой. Неме, кішінелі. Молодец. Вот видишь, көрді ғой, таксимен етін саған іштеп қалды. Рахмат, бар болыңдар ба, рахмат. Құрметті меймандар,
Андыктан биз экинчи бөлүктөн сөзүн баштайлы эми. Алдыңыздарга кийинки сый тамактарды тамаңыздардан болсун. Кезек Али Султан уулубуз менен Гулиза кызыбыздын өкүл ата, өкүл энеси. Өкүл атасы Кыргызстандагы белгилүү кодул агайыбыз, Борончу агабызды жана ошондой эле жеңекебизди бул тарапка чакыралы. Келиңиздер. Өкүл ата, өкүл эне. Эме, шеф, Борончу эке. Бул жака чыгасызбы же микрофон апарып берелиби? Жеңе. Чыгат, чыгасыз. Өзүңүздөр байкагандай тоюбуздун башында биринчи бөлүгүбүздү микрофон берчи. Ата-энелер ачып берген болсо, ал эми биздин экинчи бөлүгүбүздү 2 жаштын сырдашкан ата-энеси ачып берсин. Өкүл атабыз Борончу байке ар бир кесип өз эсине ардак болот деп коет. Биз Борончу байкебиздин сабагы менен ушул жолдо баратабыз. Кудайга шүгүр, жаман жолго барган жокпуз. Ниетибиз жакшы. Кыргызымдын жарланганында кызмат кылып жүрөбүз. Бирок сөз шефте, начальникте сөз баштаганда качтык бар. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Эми биз Али Султан тараптан болуп атпайбызбы эми? Урматтуу кудалар, Гүлзан бир туугандары, кулдугубуз бар деп айтабыз силерге. Кулдугубуз бар. Балдар бактылуу болсун. Алланын буйругу экен. Мына өкүл ата деген өкүл апа ата-энеден кийинки ата-эне болуп, өздөрүнүн жашоосундагы ушул 2 жашка бир жакшылыкта ырыскылаш насиптеш болуп, өздөрү билген бир жашоодо эмне болсо ушу жашоодо жаштар чалынбасын деп бир акыл насаатын айтып дегенде бир ата-энеден кийинки бир көмөктөшө турган бир ата-эненин милдетин аткара турган бир ушундай шарты бар экен. Мына келинчегим экөөбүз буйрук экен. Мына бүгүн сиздер менен келип жолугушуп отурабыз. Биринчиден кудалар ушу сиздерге кулдугубуз бар. Кош келипсиздер. 2 жаш бактылуу болсун. Учурашып коелу биринчи. Анан кечирип коесуздар, баягы тойго ылайыктуу кийинип чыга алмай калдык. Бутумду сындырып алдым элем, кечирип коесуздар. Анан берки костюмшин батпайт экен го, бага элекчи. Гипстин сыртынанчы. Анан ошон үчүн ушундай кийинип алдым. Болбосо аяй костюмшин бар билесиңер, көрүнбөй жүрөсүңер да. Баягы эмеге тойго кие турганчы. Анан бут сынып калса деле баары бир мына бүгүн 2 жаш үйлөнүп аткандан кийин үйлөнүү той бул кайталангыс бир жолу боло турган той деп биз тилек ниет кылабыз. Ошон үчүн ушул Али Султандын кызыбыздын бүгүн ушул узатуу той болсо, эртең үйлөнүү той болсо, ушул жаштардын көңүлү үчүн көңүл деген жакшы да, кыргызда жакшы сөз бар го, ушу бут сынса дагы багы мынтип айтып койгон, жаш баланын көңүлү калганча карган уйдун буту сынсын дейт. Ошол болду да, азыр ушулардын көңүлү үчүн бут сынса дагы кой келип алдыңыздарга чыгып, кулдугубузду айтып, бир ушу жаштарга тилек ниет айтып коелу деп келдик. Кабыл алып коюңуздар. Биякта кудалар эми бул кичинекей экен деп тоготпой айтышат болсо керек экен. Айтып коесуздарбы? Эме кечирип коесуздар. Баягы кызын узатып, кыз узатып той болуп атпайбы? Бирөө кызын узатып аткан экен да, кызын узатып атып кудасына айтат да. Кудай эми кызды болсо көрдүңөр, тектүү жердин кызы, жакшы тарбия көргөн кыз, жакшылап тарбия көрүп багып өстүрдүк. Көлөкөдө бактык, көлөкөдө. Десе кудасы да тамашакей экен, түшүндүк, биз деле күн көрсөтпөйбүз деп коет дейт анан. Ансандай биз деле өкүл ата катары жардам беребиз колубуздан. Күндү деле тоса албайбыз, кийраткан жебетебиз жок. Эми барган жерден бага айтсын дейбиз, биз тарапка мына Али Султан эми мен өзүмдүн окуучум болсо бир чети эми уул болуп атат, кыз болуп атат, мына бир тууган болуп атпайбызбы? Бизге келин мына азыр эми биякта кызыбыздын туугандар отурбайбы, ошон үчүн тамашалап атпаймынбы? Келин келгенде багы келин эрте менен туруп ичине эшиктин алдын шыпырып, кайненеге чай бериш керек экен. Жан келген келин караса эле уктап атат дейт, турбайт. Кайненеси бир шылтоголу арбасы берип азып, казан аякты калтырап чандыратса деле такыр эле келин ойгонбой коюптур, анан айласы кетип барып уктап аткан кызын урушат имиш. Тур, эшикти шыпыр, келин болгондо уктайсың деп коет дейт анан.
Ансарында бағы келген келін барған жерден баға айтсына, бағы қайнене менен келін ортасында тамаша болып тұрат емес пе? Келіннің бағы келеген сағайтам келінім сенің тоқойт қой. Ана бағы келіннің бағы тамаша жол менен бір айтып қойайын деп қайненесі келіні чай беріп атса жатшық, мышық келіп қалыптыр да. Мышық келіп қалса мышықтың мойнын бұрайтмешім. Келіннің көзін челечі, ұқтайсың бірілда, ұқтайсың деп мышықтың мойнын бұраса келіні түшініп қалған оқшайды, ертесі ертемен ерте тұрып қалыптыр. Қайненесі сүйініп кетеді, кечегі сөз түшініп қалған тұрбайы. Келіні бүгін ерте тұрып қалған тұрайды, ешке шықсын. Ешіктің алдына келіні қорозды қарма алып, мойнын бұра ататмеш. Өзің ұқтабайсың, жейін ұқтатпайсың деп өлі. Ансарындай. Hem тамашалашып тұрап кемісті, балдар бақтылы болсын. Шыл, мен келчегім айға көп сөйлейді. Bir olsun bir de gidip koyuyorsun. Kudayı'dan çok rahmat. Kızımız çok öyle bize östürüp çok aydı. Çoğumuz da bize ergenine çok rahmat. İki yaş baktılı olsun. Bizden yolda atın açıktan adamlar oldu. Rahmat. Ali Sultan, sen gelinçeğinde юбилейда ынтымақ болсын десеңгіле, мына бүгін көңілің қандай қарап атасың да? Ошол эки нерсени кой бербе. Дайыма көңілің қарап тұр, сен Али Сұлтанның көңілін қарап тұрғыла, бір-біріңе келе мындай көңіліңе о тийбей тұрған нерсени кылмагыла, ошондо ынтымакта болосуңар. Биздин юбилейни билесиңер да? Биз кандай ынтымакта болсок, ошондой болуш керек да. Анан эме кечирип коесуң, тамада убактыңызды алып койдум окшойт. Toyga gelgende qo'shimcha kelib atishmaymi? Mendan bir yilqi, mendan bir torpoqda bilan hozir shunday moda bo'lib qolibdir, shu torpoqning o'rnida irchilarni chaqira turgan bo'lib qolibdir. O'sha men jonimda bir torpoq bor-da qo'shimcha. Kel, qo'shimcha-da u. Irdab berib qo'yib deb. Anda men birda birin andan keyin men yenim bor, mana biz menen çok iştegen dağı hazır Canibek degen al menden keyin irdap bersin anda. Emin balдар бактылуу болсун, өмүрүңөр узун болсун, ынтымактуу болгула. Бир алымкан деген ырым бар эле, кудалар атайын баягы тойго келгенде бир ырдап коеюн. Эми бутум ооруп атат, ошон үчүн фонограммаларды берейин деп коеюн. Мен дагы тамада болуп калып бир жерден баягы тоско чакыра коеюн десем эле шорпоп келип калыптыр да. Şorpap gelip kalgan durmayın, şorp içe vergele. Men ağa çeyin ırdap durayın da, ırdap atsam öyle. Orta çönden bir apa turagalle, meni kara öyle. Ay bala, bas beri dep kaldı. Anadayım ırdap atkanlayım bana almayayım da. Tem böyle fanagram olsa ayaktan barayın. Başı yiyip koydum hazır dep. Cana bir küpüret ırdap bitkenden keyin bas barıp, apayım ne oldu sen meni karap dep. Ay, kaşık ap gelip koyup da çıktı. Oysa kaşık yetmeyen attıra kişi gelip. Ana ben kaşığa getip kalmak bile, ırım baştalıp gidip de. Ürün başlanıp kettiler, açısı geldi okşayıp, men canıma gelip kaşık alıp gel desem şankılda ölüme oturayın deyip ötüp kettiler. Nasıl arkadaşlar kaşık da fikirip dururlar, men ırgap koyayım. Alımka degen ürün barıyla kavga alıp koyasılar. Sizler için.
жадынан же болбосо сен сүйгөн алма багынан сен да мени сагынсаң келсе экен деп сарыксаң күн чыкканда күтүп алдым мени алыңа болсын. Ырдаватса мақсат станашпайды, ағыдай тоқшайды ма? Рахмат. Мен ырдаватқанда кейін ақша келіп қыстар өт құрмысы. Олай ұшылардың ақшасы көйіп кетсі болмейді. 2 жашқа беріп ана 2 жаштың қазынасын еме қылып береді. Құрбан басын көйіп қойды. Мен айтып қойым жанында кешіп қойыстырам, тіге жандаучы кейге аттырат болып. Жаныбек деген жігіт келдінен, шыл Жаныбек мен біздің атымыздан жалпы 1-2 шоғылдан. Ортаға түшіп билеп қозған, мен билеп бетті. Келіңіздер ортаға түшіп. Жаныбек деген жігіт, бұл шақпамыз. Тойыңыздар той қыларсын. Маэстро кет.
Ömürge adam bir gelip, ömürge adam bir bilek, ömürden tattoo günlerini ötközsek kana bir gelip degендей ardayın birge bolduңуздар. Atayın sizlerin toyuңuzдарга at başından beri gelip, anan bir uzatkan ketip kalam. Жүк болсын деп сіздерге кейде чармай сәтін байықларыңыздың қоштары сізге тармасын. Қалыңдар отыртан жүзбей, сенді! Кешке чейіндің ярышып жетпейді, Арчағында ұқтап қалсаң мен мені, анығында қыздың мұқ көтмейді. Sizге рахмат. Маданиятты түшүнгөн инсандар бир кол чаап койсоңуздар болот. Өзгөчө Борончу экебиздин атынан келип отурат. Чоң рахмат. Эми туугандар, бир эки сөз кылалы дагы, андан соң бий баштайлы. Кезек Бекмамат агабыздын жалпы тайке журту, Гулиза кызыбыздын түп тайкелери, түп тагалары, Миңбай экебиз, Кочкор Калбы эжебиз, Номан акелер баш болгон топты чакыралы. Келиңиздер. Söz sizlerde. Кейинки сөзгө мүмкүн болсо Карамар айылынын аксакалдары даяр турасыздар. Бекмамат агабыздын тагаларында сөз. Келиңиз. Улуу урматтуу коноктор, агалар, инилер, туугандар, куда-кудайлар. Бүгүн биздин эң бактылуу күнүбүз. Биздин желибиз Бекмамат менен Гүлнаранын эң
Klara'nın suyuştuğunda. Şu günde bizim ayılga dağı bir canlı üy bile koşuldu. Uşularga tilegimiz, vakıtımız her daim açık olsun. Var olsun, bay olsun. Ekmamatinin, gelinim, her daim balаны ne dep tarbiyalabайт. Her daim balаны atene жақсы болсын deydi. Hiç kaçan çamandыкка барбайт. Ошондой эле мына менин туугандарым, Ақтоктук туугандарым отурат. Ушуларга биздин жээнибиз деп атат. Ар дайым şu биздин айылдын алдыңкы кыздарынан болсун. Бар болсун, бай болсун. Бардыгына күйүмдүү болсун. Ерте туруп кет жазса жакшы болот. Мындай Али Султан ийниме айтып кетет. Ар дайым эркекте 3 кайын журт болот. Ата журт, тага журт, кайын журт. Бардыгы Али Султан биздин айылда профессор, генералдар чыккан. Эсиңен чыгарбагын. Ар дайым артты карабай, алдыга умтулуш керек. Мына азыр бардыгыбыз гүр шауыр болуп атабыз, тастыркон менен алек болуп атабыз. Бу тамак менен эч жака бара албайбыз. Бардыгыңыздарда билим, акыл болуш керек. Ошондой эле менин жээрим дагы, менин Али Султан үйүм дагы бакыт болуш керек. Бакыт деген ар дайым аракет, орусча айтканда прогресс өнүгүү болот. Монака сиз Ektiker baktırı olsun, baktırı olsun, ara çakal olsun, akar çakal olsun, özü böyle güleversin. Ben tağalarıma çaya gelecek. Yeni rahmet şu tağalarım, gelin olsun, gelin. O çok iyi kuanı var. Daima baktırı olsun.